Ассалаумалейкум достар, бүгін біз булочки әзірлейміз. Ол үшін бізге ұн, сүт, маргарин майы, қант, жұмыртқа және алдын ала дайындалып алынған ашытқы қажет. Аталған заттардың бәрін ұнымызға салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілу үшін 1 сағат шамасына жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін өзімізге ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Әр бөлікті қайта илеп, бетін жауып 10-15 минут тынықтырамыз. Енді булочкамызды жасауға кірісейік. Мен видеода көрсетілгендей 2 түрлі орау әдісін қолдандым. Булочкаларымызды орап болғаннан кейін үстіне жұмыртқа жағып, үстіне қант, күнжіт, мак себуге болады. 80-200 градуста ысып тұрған пешке салып пісіреміз. Булочкаларымыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.